15 сәуір Қозы-Көрпеш Баян-сұлу, яғни ғашықтар күніне орай Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті жанынан құрылған мұрагер студенттік театр Гогольдің үйлену комедиясын сахналады. Айта кетейік, жуырда өнер ұжымы дәл осы қойылыммен Алматыдағы Темірбек Жүргенов атындағы өнер академиясында өткен 11-ші пәндік олимпиадаға қатысып, Қазылар алқасының оң бағасын алып қайтқан еді. 18-19 ғасырларда жазылған Гогольдің үйлену комедиясында жұмырбасты пенде өмірінің мәні де сәні отбасын құрып бала сүю екендігі айтылады. Тұрмысқа шығуды армандаған көпес қызы Агафья Тихоновна мінезі бір-біріне ұқсамайтын жігіттердің ішінен өз сүйіктісін табуға талпынады. Алайда үйлену ойлағандай оңай дүние болып шықпайды. Маңызды адамға деген адамдардың көзқарасы қорқыныш мен күдігі көрініс табады. Мың толғаныс пен қиналыстан кейін қалыңдықтың көңілі түскен Подколесин ақыр соңында өз бақытынан бас тартып терезеден қашып кетеді. Жар таңдаған қыз бақытынан бас тартқан жігіт Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің мәдениет және өнер факультетінің 1-ші және 2-ші курс студенттері осы арқылы көрерменге ой салуға тырысты. Ұялшақ, қорқақтау келген, сондай Агафья Тихоновна образы сондай қорқақтау келген кішкене. Жігіттерден қорқады, әлі күнге дейін отырып қалған қыз ғой, әлі күнге дейін мысалы күйеуге шықпаған. Сондықтан да оған жеңгесі күйеу іздейді. Үлкен сахна кішкене халықта басады. Көп халық, өте көп халық болды. Қиындау болды, бірақ образды аша түстім деген сенімдемін. Көптеген отбасыларымыз опық жеп, отбасылары бұзылып жатады, бір жастарға ой тастасын деген мақсатта осы қойылымды біз студенттік театрмен ақылдаса отыра үлкен бір шешім қабылдап, осы қойылымды сахналап көрсетуге бел будық. Қойылымда өмірлік серік таңдауға емес, сол замандағы орыс дворяндарының бойындағы атақ құмарлық, мақтаншақтық сынды жағымсыз қасиеттер әжуаланады. Шара Қозы-Көрпеш Баян-сұлу күніне орай өткізіліп отыр. Ғашықтар күні елімізде 2011 жылдан бері аталып келеді. Алайда көбіне еленбей қалып жатады. Мейрамның кең өріс алу үшін мәдени шараларды көптеп өткізу керек дейді ұйымдастырушылар. Олай ғашықтар күн тойлап атап өтсе де, бірақ қазіргі таңда сондай үлкен жырларды, үлкен пьесаларды, үлкен шығармаларды оқитын жастар өкінішке орай көп емес, аз. Біз сол шағын ғана уақыттың ішінде осы университетпен қолғабыс болып, жастарды шақырып әртүрлі санаттағы әртүрлі оқу орындарында оқитын және де үлкен сахнаға әдемі қойылымды алып шығуға көмегімізді тигіздік. 40-қа жуық талантты жастың басын қосқан мұрагер жастар театры 2006 жылы құрылды. Жуырда труппа дәл осы қойылыммен Алматыдағы Темірбек Жүргенов атындағы өнер академиясында өткен 11-ші пәндік олимпиадаға қатысып, Қазылар алқасының оң бағасын алып қайтқан болатын. Назерке Тоғжан, Алмас Адиетов, Айдос Қисымов, Ақжайық арнасы.